بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. رسالة الأنبياء يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب. Аллах тағала осынау алып кеңістікті, үлкен әлемді, жұлдыздарды, әрі үлкен ғаламшарды жаратты. Жер жүзін болса, өмір сүруге қолайлы етіп жаратты. Оған су мол теңіздерді, ағатын өзендерді, берік үлкен тауларды және кең етіп төселген жазық далаларды орналастырды. Бұлттарды қуушы желдерді жіберіп, жер бетіне жаңбырлар жаудырды. Жерден көздің жауын алатын әртүрлі жұп-жұп өсімдіктерді шығарды. Дүние аспанын жалтырап тұрушы жарық жұлдыздармен, нұрлы ғаламшарлармен безендірді. Жер бетінде болса, әртүрлі ғажайып жан-жануарларды таратты. Жануарлардың кейбірі ормандар мен жазық далаларды мекен етсе, ал кейбірі теңіз бен өзендерде жүзіп жүреді. Тағы басқалары болса, Аллахтың хикметімен аспанда қанат қағып ұшып жүреді. Адам баласының қолайлы өмір сүруі үшін тіршілікке қажетті болған барлық нәрселерді берді. Біз көріп тұрған мына таңғажайып жаратылыстар, ғажайып алуан түрлер осынау бүкіл әлемнің әрі жер жүзіндегі барлық жаратылыстың жаратушысы шәксіз жалғыз бір Құдай екендігіне көрсетеді. Жарату ісінде оған ешкім тең келе алмайды. Онымен әсте ешкім күш сынаса алмайды. Аллах тағала айтады: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Егерде күннің өз құдайы болып, айдың да өз құдайы болып, олар өздерімен өздері келісе алмай қалса, ғаламшардағы тәртіп бұзылып кететін еді. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Аллах тағала мұна көркем дүниені жаратқаннан соң, жер жүзінде өзіне ғана ғибадат етуші, өз ұрпақтары мен жер жүзін көркейтетін бір халифа жаратуды қалады. Сөйтіп топырақтан адамзатты жаратты. Оған өте көркем бейне, аса әдемі пішін берді. Жаратудан көзделген мақсатты түсініп жетуі үшін оны басқа жаратылыстардан ажыратып тұрушы ақыл нығметін сыйлады. Осынау жарқын ақиқатқа назар салып, ой жүгірткен кісі тағы бір ұлы ақиқатқа жетелейтінін ұғады. Яғни, бұл ғаламшардағы адамзат жаратылысының ақиқаты, ол серігі жоқ, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат ету.
Аллах тағала айтады: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Адам баласы Адам ата заманынан бастап жер бетіне алғашқы елші болып жіберілген Нұх пайғамбар дәуірі аралығында таза фитра қалпында Аллахқа еш нәрсені серік қоспастан, оның жалғыз өзіне ғана ғибадат етіп келді. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху айтады: Адам ата мен Нұх пайғамбар аралығындағы 10 дәуір бойы адамдар жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етіп келді. Сол дәуірлер аралығында адамзат тарихында әлі ширк деген ұғым жоқ болатын. Бірақ уақыттар өтуімен адамдардың көпшілігі адасуға ұшырап, таухидтен жалғыз Аллахқа ғибадат ету деген ұғымнан алшақтай бастады. Оның жаратқан мақлуқтарына, ұлы адамдардың суреттеріне, жұлдыздарға, тастарға табынумен Аллахқа серік қосты. Өйткені осылар біздің өмірімізге пайда бере алады, әлде бізді жамандықтан қорғайды деп сенді. Бұндай түсініктер өз раббыларын танымаулары және иман жолынан ұзақтаудың салдарынан болған еді. Жалған тәңірлер жайында пайда болған адасқан ақидалар олардан қорққандықтан, не олардың мұқтаждықтарына жәрдем береді деген үміттердің себебінен екенін көреміз. Сөйтіп олар әртүрлі бейнелерге сиынып, өздеріне Аллахты емес, сол пұттарды құдай етіп алды. Олардың бұл ширктері барған сайын асқына түсіп, өздеріндей адамдарды қасиетті деп санап, оларға да ғибадат ете бастады. Бұндай құбылыстарды тарих беттерінде ширктерімен танылған Перғауын қауымы және басқа да қауымдардан көре аламыз. Адам ұрпағының ширкке ұрынуларының бірнеше себептері бар. Солардың ең бастысы ізгі жандарды асыра құрметтеулері болды. Бұл жағдай ең алғаш Нұх пайғамбардың қауымында орын алды. Оның қауымында Уад, Суақ, Яғуз, Яғуқ, Насыр деген 5 салиқалы кісі болды. Олардың тақуалықтары, ізгіліктері себепті қауымы оларды құрметтеп, қатты жақсы көретін еді. Осы салиқалы жандар өмірден озған кезде қауымы оларды қатты сүйіп, қатты қастерлегендіктерінен олардан айырылып қалғандарына шыдай алмады. Шайтан болса, осы сәтті пайдаланып, Нұхтың қауымы үшін және одан кейінгі келетін ұрпағы үшін салдары өте ауыр болатын, қауіпті де қатерлі бір ойды әдемі етіп көрсетеді. Шайтанның бұл айласының арты бүкіл адамзатқа үлкен қайғы қасірет алып келді. Бұл кісілерді әрдайым еске алып отырулары үшін, әрі жан-жарларына демеу болады деген оймен олардың мүсіндерін салуды ұйғарады. Не деген сұм ой еді бұл? Уақыт өтуімен өздерінің жиын орындарына олардың мүсіндерін қоюды әдетке айналдырады. Соң, оның арты осы мүсіндердің жеке өз алдына ғибадат етілетін пұттарға айналуына алып келіп соғады. Міне, сөйтіп алғаш рет пұттарға ғибадат ету үрдісі ширк пайда болып, бүкіл жер бетіне тарай бастайды. Аллах тағала өз пенделерін шайтанның ойыншығы етіп, ширк былығына қалдырып қояды деп ойлайсыз ба? Жоқ, Раббыма қасам, әсте тастап қоймайды. Аллах тағала адам баласына мейірімін төгіп, оларға тура жолды көрсететін, оларды ширк бұғауынан құтқарып, таухидке, жалғыз өзіне ғана ғибадат етуге шақыратын пайғамбарларды жібереді. Аллах тағала айтады: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Сөйтіп, Аллах тағала жер бетіне алғашқы елшісін жібереді. Ол Нұх пайғамбар болатын. Нұх пайғамбар қауымын күндіз түні барлық жерде 950 жыл бойына таухидке шақырды.
Бірақ оның шақыруына бір топ адам ғана ілеседі. Көпшілік оның дағуатын мазақ қылып, қарсылық танытады. Оларды дағуат етіп шақырған сайын, одан теріс айналады. Оның үгіт насихатын тыңдамау үшін саусақтарын құлақтарына тығып, киімдерімен бүркеніп алады. Я, тәкаппарлық. Ақиқатты қабылдаудан тәкаппарланып, қасарысты. Сөйтіп Аллахтың қаһарына, азабына ұшырады. Аллах тағала Нұх пайғамбарға кеме жасауды және оған әр түрлі жануарлардан жұп-жұбымен отырғызуды бұйырады. Кемеге Нұх пен оған иман келтірген мүміндер ғана мінеді. Иман келтіруден бас тартқандығы үшін ұлы кемеге отырудан қайтарылады. Нұх ұлына: "Ей ұлым, кемеге шыққын, қарсы келушілерден болма" деген кезде, ол бақытсыз: "Мен тауға шығып аламын да, суда аман қаламын" деп жауап берді. Нұх алейхиссалам: "Бүгін Аллахтың азабынан ешкім құтқарып қала алмайды" деді. Аллах тағала аспанға бұйрық берді, нөсерлі жаңбыр жауды. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Жерге бұйрық берді, одан бұлақтар атылып шықты. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك Топан су басқан кезде олардың жалған тәңірлері қайда болды? Оларды тасқыннан құтқарды ма? Нұх пайғамбарға көрсеткен сестері, қарсылықтары құтқара алды ма? Жоқ, олардың барлығы, өздері де, сыйынған құдайлары да түгелдей азапқа ұшырады. Тек тақуа құлдары ғана аман қалды. وقوم نوح لما كذبوا
الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Бүгінгі күн кешегі күнге неткен ұқсас. Уақыты 2004 жыл. Оңтүстік шығыс Азия, Таиланд елі. Күшті жер сілкінісі нәтижесінде пайда болған цунами оқиғасы. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون คนนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งแล้วมาเลยครับมาดูวิ่งในงานเร็วКешегі тарихта болған оқиғалар мен бүгінгі күнде болып жатқан оқиғаларды салыстырып қарасақ, бұтқа сыйынушыларға Аллахтың азабы келген уақытта бұттары еш пайда бере алмайтынын көреміз. Сыйынушылар өте мұқтаж уақытта жалбарынған кезде мынаған ұқсаған естімейтін Құдайдың болуы ақылға сияма. Сіз көріп тұрған мына кадрлар ғибрат алғысы келген адамдар үшін анық бір дәлел болар. Бабыл мемлекетінде бұттарға ғибадат етуші бір қауым өмір сүрді. Аллах тағала оларға Ибрахим пайғамбарды жіберді. Ибрахим пайғамбар оларды бұттарға сыйынуды тастап, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етуге шақырды. Алайда мүшриктер оның дағуатынан бет бұрды. Сонда Ибрахим олардың ғибадат етіп жатқан құдайлары өздерін қорғай алмайтындықтарын дәлелдеу үшін мына пұттарының алдына барды да оларды сындырып тастады. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Бабыл мемлекетін өзін құдаймын деп жариялаған Намрут есімді залым бір патша биледі. Ибрахимді Намруттың алдына алып келгенде, оны Аллахқа иман келтіруге шақырып, оған былай деді: менің Раббым өлтіреді және тірілтіреді. Намрут болса, мен де өлтіріп, тірілте аламын деді. Ибрахим оған: Раббым күнді шығыстан шығарады, ал сен оны бастан шығарып көрші деді. Сонда Намрут сасқалақтап жауап таба алмай қалды. Сонда мүшриктер ұшқыны аспандағы бұлттарға жететін үлкен бір от жағуды ұйғарды. Сосын оған Ибрахимді лақтырды. Алайда Аллах тағала оны оттан құтқарды. Аллах тағала отқа: Ибрахимге салқын әрі сәлеметті бол деп әмір етті. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Енді сол мүшриктерден адам өз қолымен алтын немесе балшықтан естімейтін, көрмейтін бір құдай жасап алып, соң оған ғибадат етіп, оған жалбарынуы ақылға сиятын іс пе? Еш нәрсеге құдіреті жетпейтін болмашы бір зат қайсы ақылмен саған құдай бола алады деп сұрасақ, лезде әсте бұлай болуы мүмкін емес деп жауап береді. Адам әуелі өзіне қарасын. Алғашында ананың қарнында бір тамшы су болды. Кейін оның жаратылысы кемелдене түсіп, көру және есту мүшесі пайда болды. Алмада пұттары Аллахтың жаратқанындай жарата алама? Аллахқа қасам, бір шыбынды да жарату қолдарынан келмейді. أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ибрахим пайғамбардың қиссасынан мөмін кісі үшін таухидтың ерекше маңыздылығын, белең алған әр қилы ширк түрлеріне нық қадаммен күресудің, әрі бидғат иелеріне қарсы құжат дәлелдері арқылы төтеп берудің қаншалықты маңызды екенін ұғынамыз. Аллах тағала христиандарға оларды таухидке шақыру үшін Марьям ұлы Иса пайғамбарды жіберді. Алайда оған ілескен кейбір ізбасарлары Иса пайғамбар мен оның анасы жайында шектен шығып, оны Құдай дәрежесіне дейін көтермелеп, оны Құдайдың ұлы деп атады. Олардың адасуларының негізі Иса пайғамбарды Құдайдың ұлы деулерінде болды. Христиандардың ақылдары адам пайғамбардың жаратылысынан тыс қалғанға ұқсайды. Өйткені Аллах тағала оны да әкесіз, анасы жаратты. Соң оған жан үрлеп адамға айналдырған еді. Солай болса да, ешкім адам атаны Құдайдың ұлы демеді. Бұндай асқан надандық
жәһілдік және шектен шығушылық нәтижеде христиандарды ширкке және апатқа алып келді. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. İslamнан алдыңғы Мекке. Меккеде ислам келуінен ұзақ уақыт алдын бір ізгі кісі өмір сүретін еді. Ол Қағбаның алдында келген қажылар үшін құрма қосып дайындалған талқанды таратуымен танымал болатын. Ол өмірден озған соң Мекке халқы оны қатты сүйіп құрметтегендіктен Аллахтың алдында айрықша құрмет абыройға ие деген сеніммен оның адам бейнесіндегі мүсінін жасайды. Қандай да бір бәлеге әлде қайғы қасіретке тап болса, лезде оның мүсініне барып, «Ей лат, сен Аллахқа ғибадат еткен тақуалы пенде болған тұғынсың. Бізге жаңбыр жауына, ауруымыздың жазылуына Аллахтың алдында тілеулес, шапағатшы бола көр», деп жалбарынатын еді. Күндер, айлар, жылдар өтуімен меккеліктер және оның айналасындағы араб халықтары ширк тұңғиығына тереңдей түсті. Латтың жанына Ұззаны, оған тағы да Манатты қосып алды. Сөйтіп қасиетті үй Қағба Меккенің көшелері мен базарлары пұттардың ордасына айналды. Осы пұттар меккеліктердің жүректерінің тереңінен орын алып, пұттарсыз өмір сүре алмайтын халге жетті. Міне, дәл осындай уақытта Аллах тағала Мекке мүшриктеріне әрі барша адамзатқа соңғы пайғамбар, әрі пайғамбарлардың мөрі Мұхаммад пайғамбарды жіберді. Оларды ширк, адасу түнегінен таухид пен иман нұрына шығарды. Адамдарды құлдық езгісінен құтқарып, пенделердің Раббысына құлдық ұрып, оған ғана құлшылық ету керектігін баяндады. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه قافلات النور سارت رحمة خلف حداه. Рим императорына жіберілген хат. Аллахтың құлы әрі пайғамбары Мұхаммедтен Рим патшасы Гераклге, тура жолға ергендерге сәлемдер болсын. Мен сізді исламға шақырамын. Мұсылман болыңыз, аман сау боласыз. Аллах сізге әжір сыйыңызды 2 есе етіп береді. Ей кітап иелері, біз бен сендердің араларындағы ортақ бір сөзге келейік. Жалғыз Аллахқа құлшылық етіп, оған еш нәрсені серік қоспайық. Сондай-ақ бір-бірімізді Аллахтан өзге тәңір етіп алмайық де. Егер олар бет бұрса, куә болыңдар. Расында біз бойсынған мұсылмандарданбыз деңдер. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? Рим патшасы Геракл хатты оқыған кезде қатты қорқып дірілдеді. Инжилді қайтадан бір ақтарып шығып, одан пайғамбарлық белгісін тапты. Muhammad, messenger of God? Who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. Аллах тағала оны әлемдер үшін рахмет етіп жіберді. Пайғамбарымыз Мекке халқын таухидке, жалғыз Аллахтың өзіне ғана ғибадат етуге және ширк амалдарын тастауға шақырды. Барлық ғасырлар бойына мүшриктер пайғамбарларға жауап берген жауапты Мекке мүшриктері де қайталап, біз бұл бұттарымызға тек олар бізді Аллахқа жақындатулары үшін ғана сыйынамыз десті. Аллах тағала айтты: بل قالوا إن
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Мүшриктердің бұл күпірліктері мен қыңғырлықтарына қарамастан, Аллах тағала өз дініне жәрдем беріп, барлық діннен үстем етті. Нәтижесінде ширк көріністері жойыла бастап, бүкіл Араб жазирасына таухид кеңінен таралды. Пайғамбарымыз алейхиссалам Меккені алған күні қасиетті үй Қағбаға кірді. Сол кезде Қағбаның айналасында 360 бұт бар еді. Пайғамбар қолындағы аса таяғымен бұттарды біреулеп құлата жүріп, мына аятты оқыды. Хақ келді, өтірік жоғалды, хақ келді, енді жалған қайтадан басталмайды да, қайтып келмейді деді. Сахабалар мен табиғиндер ислам хабарын бүкіл жер жүзіне, шығыста Қытайға дейін, батыста Андалусияға дейін таратты. Адамдар ең ұлы нығмет ислам саясының астында бірнеше ғасырлар бойына тату-тәтті бақытты өмір сүрді. أشهد أن محمد رسول الله. Бірақ көп өтпей ислам желілеріне ширктің кейбір көріністері жаңа бір кейіпте қайта оралды. Қазіргі күн өткенге неткен ұқсас. Аллах тағала пайғамбарлардың соңы Мұхаммед алейхиссаламды елші етіп жіберумен өзінің дінін толықтырды. Аллах тағала осы пайғамбар арқылы өзінің уахиін жер бетіне түсірді. Пайғамбарымыз өзіне жүктелген пайғамбарлық міндетін ең кәміл суретте орындап, Аллахтың аманатын адамдарға толық жеткізді. Оның жолында шынайы жихад қылды. Бізге Аллахтың кітабы мен дінімізді толық түсіндіруші сүннетін қалдырды. يا نبي المعجزات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شبهها. Бірақ осыған қарамастан бүгінгі күнде ислам үмметінің арасында әуелгі заман мүшриктердің ширкіне шақырушылар қайта оралды. Әуелгі мүшриктер өз кезегінде пайғамбарға біз бұл бұттарымызға тек олар бізді Аллахқа жақындатулары үшін ғана сыйынамыз деп жауап берген еді. Міне бұл талай ғасырлар бойы мүшриктердің пайғамбарларға айтып келе жатқан жалған құжаттары еді. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Бүгінгі күнде адамдар арасында ширк амалдарының түрлі көріністері тарап, көптеген мұсылман жерлерінде тамырын кеңінен жайды.
Әне сол біз білетін ширк түрлері қатарына әулиелерді шектен тыс асыра қадірлеп, оларды киелі деп санау, олардың қабірлерін аралап, тауаф жасау, қабірлерге арнап құрбандықтар шалу, өмірден озған әулиелерден түрлі қажеттіктерді сұрау, олардан аурудан сауығу тілеу. Байлық немесе перзент тілеп, оларға дұға етулер кіреді. Ал шын мәнінде өмір мен өлім, денсаулық пен ауру, байлық пен кедейлік осылардың барлығы жалғыз Аллахтың қолында екендігін ұмытқансыған болады. Аллах тағала айтады: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Сонымен құрметті көрермен, бұрынғы мүшриктер мен қазіргі мүшриктердің арасын салыстырып көрсек, олардың арасында ешқандай да айырмашылық жоқ екендігіне куә боламыз. Алдыңғы мүшриктер тас пен топырақтан жасалған бұттарға, мүсіндерге табынса, қазіргі мүшриктерде тас пен топырақтан тұрғызылған әулиелердің қабіріне табынуда. Ал қабір астында болса, топыраққа айналған өліктердің сүйектерінен басқа еш нәрсе жоқ. Арадағы ұқсастық анық көрініп тұрған жоқ па? إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. Шынында бұл бұттар не пайда, не зиян келтіре алады? Адамдардың деттерін не естіп, не жауап бере алады? Олар тек өліктер сияқты. Дәл сол секілді жанында айналып жүрген құт берекесі жоғады деп дұға етіліп жатқан кесенелер де ешқандай да пайда да зиян да келтіре алмайды. Себебі ол құр топырақ және тастан жасалған бір қабір ғана. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Мына қабір ішіндегі өліктер тіпті орындарынан қозғалуға да шамалары жетпейді. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Ендеше олардан нені күтуде? Не үшін өзін тіпті сол әулиелерді жаратқан Аллахқа жалбарынбайды? Ғибадат етуге, сыйынуға ең лайықты зат сол Аллах емес пе? Егер де олар Аллахтың өзіне ғана ғибадат етіп, оған еш нәрсені серік етпесе, оларға жәрдем беруге шүбәсіз күш құдіреті жетеді. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
خاطئا ما أعقلك عجل